Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге қазіргі таңда хит болған маклюбе тамағын дайындаймыз. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып және каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен етімізді дайындап аламыз. Менде енді тұздалған ет. Оны ерітіп қоямыз да, осылай үлкен 4-3 бөліктерге бөліп қоямыз барлығын. Және де ыдысымызға салып, жақсылап тұрып жуып аламыз. Маклюбе тамағын осындай кастрюляда дайындайтын боламыз. Үйде қандай кастрюля бар, сонымен дайындауға болады. Ешқандай май қоспаймыз. Жаңағы жуылған етімізді алып, құрғақ кастрюляның ішіне саламыз да, өзінің согына, суына пісіріп аламыз, жақсылап тұрып. Бұл жердегі мақсат бізде осы еттің максимально дәмін алу болып табылады. Етті яғни бұқтырамыз, былайша айтқанда ет өзінің согына пісетін болады, жақсылап тұрып. 1-2 рет араластырып, кішкене су құйсаңыздар да болады. Одан кейін піскенше бетін жауып қоясыздар. Егер тұздалмаған ет алсаңыздар, онда міндетті түрде тұздаймыз. Содан кейін жақсылап пісіріп алатын боламыз. Етіміз піскенше біз салмаларын салып, жақсылап тұрып турап дайындап алатын боламыз. Ол үшін бізге сәбіз керек. Сәбізімізді алып, осылай домалақ етіп турап аламыз. Не жұқа, не қалың болып кетпеуі керек. Және де пиязымызды турап аламыз. Бұл біздің кастрюлеміздің соңына түбіне кететін болады. Сол себепті кішкене қалыңдау қылып турасаңыздар болады. Келесі кезекте біз картошкамызды тураймыз. Дәл солай не жұқа, не қалың қылдырып турамайсыздар. Орташа қалыңдықта етіп турайсыздар. Одан кейін қатты қызып тұрған майымызға бізде 2 сәбіз болғандықтан 2 сәбізді 4-ке бөліп, аз-аздан шамалы етіп қуырып осылай аламыз. Өйткені барлығын салып жіберетін болсаңыздар, онда барлығы біркелкі қуырылмауы мүмкін. Сол себепті осылай араластырып отырып, барлығын жақсылап тұрып қуырып пісіріп аламыз. Келесіде бізде картошкамызды да дәл солай аз-аздан салып, жақсылап қуырып аламыз. Қатты қуырып та жібермеңіздер. Өйткені қуырылған картошканың дәмі шығып кетеді. Орташа ғып, яғни сары түстес болғанша осылай қуырып жақсылап аламыз. Оған дейін біздің етіміз де пісіп қалды. Етімізді жеке ыдысқа салып аламыз ең біріншіден. Кейін кастрюляға салатын боламыз. Әбден піскен кезде егер еттің әлі суы бар болатын болса, оны төгіп тастамаңыздар. Жеке ыдысқа салып қойып қоясыздар. Оны соңынан үстінен құюға болады дәмін келтіру үшін. Жаңағы сәбіз, картопты қуырған майды 2-3 қасығын алып, жеке кастрюляға құйып, қыздырып, үстінен осындай жуылып, тазартылған күрішті салып пісіріп алатын боламыз. Не себепті? Өйткені ең бірінші майға қуырып алатын болсаңыздар күрішті, одан кейін ол, яғни рассыпчатый дейміз, орысша айтқанда, бір-біріне жабыспай өте күшті пісетін болады. Сол себепті осылай жеке алдын ала күрішті қуырып аламыз, су ештеңе қоспай. Барлық салмасын дайындап болғаннан кейін, жаңағы қуырылған кастрюлямызды алып, ең түбіне ең бірінші пиязымызды салатын боламыз. Мүлдем бос орын қалмау керек кастрюляның түбінде. Одан кейін оның үстіне жаңағы пісірілген етімізді салатын боламыз. Біркелкі етіп жайып, оның үстінен келесі кезекте жаңағы қуырылған сәбізіміз бен картопымызды әдемі қылып біркелкі қылып салып тастаймыз.
келесі кезекте бізде жүгері, яғни кукуруза дейміз, иә. Кукурузамызды саламыз да үстінен жаңағы қуырылған күрішімізді салатын боламыз. Күрішті салып болғаннан кейін тұздап, бұрыштап және жаңағындай не ұстап тұрыз, жаңағы лопатканың көмегімен болса, немесе жаңағындай кәкпірдің көмегімен жақсылап тұрып күріштің үстінен басып аласыздар. Себебі табақты кейін төңкерген кезде шашылып қалмайтындай. Оның үстінен қайнатылған суды құятын боламыз. Суымыз бізде күріштің үстін 0,5 немесе 1 сантиметр етіп жауып тұру керек. Міндетті түрде күріштің үстін басасыздар. Және бетін жауып қойып, піскенше пісіріп аламыз. Енді кезекте біз жаңағы маклюбеміздің жанында тұратын салатын дайындайтын боламыз. Ол үшін қияр керек, және де қызанақ керек, және де пияз керек. Сонымен қатар салат жапырағында қосуға болады. Осылай кішкентай бөліктерге бөліп, тұздап, жақсылап тұрып араластырып аламыз, дайындап қоямыз бұны да. Біздің маклюбеміз дайын болып қалды. Осындай үлкендеу табақты аламыз да ортасынан, дәл ортасына дейін төңкереміз және қасықтың көмегімен жан-жағынан үстінен ұрғыштаймыз. Кастрюлямызды жай-жайдан аламыз да жан-жағына салаттарымызды салатын боламыз. Қараңыздар, қандай әп-әдемі болып пісті. Ештеңе жабыспай, ештеңе нетпей. Егер пиязыңыз күйіп кететін болса, онда тек үстінен ғана алып тастауға болады. Және де сонымен қатар өзіміздің айранымызды қосамыз. Ешқандай айырмашылық жоқ. Любой айранды қосуға болады. Үстін осындай ас көкпен әрлеуге болады. Астарыңыз дәмді болсын.